Арман Абайұлы, енді бұл қажетті заң, біз бұны қолдаймыз, бірақ заңның детальдарын ұштау керек. Бүгінде Қазақстанның азаматтары, мынау қазір Қазақстанда жаппай жол салынып жатыр, кейбір жерде сол жол салынбай жатыр. Мысалы үшінге Қалбатау Майқапшағай жолының салынбай жатқанына 7 жыл болды. Міне осы 7 жылдың ішінде қаншама жол апаты болды, қаншама азаматтар қаза тапты, ал енді сол жол апатынан келген материалдық шығын жүздеген миллион теңгеден асып кетті. Міне осындай шығынға сол жолды салып жатқан мердігердің жауапкершілігі қарастырылмаған. Енді ол жақта жолды салып жатқан Цинцин деген Қытайдың компаниясы, міне әрбір азаматтың құны үшін, әрбір мүліктің құны үшін олар ешқандай көк тиын да төлеген жоқ. Енді менің сізге нақты сұрағым, міне осы заңда мынау қазақстандық емес резиденттердің жеке және заңды тұлғалардың осы жол апатынан жауапкершілігі мәселесі қарастырылған ба? Енді сол мердігердің жолдың сапасына және сол жолда болған жағдайға осындай құқықтық жауапкершілігі қарастырылған ба? Рахмет. Рахмет, сұрағыңызға рахмет. Енді негізінде мына жауапкершілік туралы айтатын болсақ, бізде ерекше заңдар бар. Мына жолдың қауіпсіздігіне байланысты, жаңағы егер мына жол салған кезде олардың сапасы жағынан қандай сұрақ болса, ол гражданское право, орысша айтқанда гражданское право ответственность, ол да мүмкіншілік бар. Енді сіз айтып жатсыз ғой, мына нерезиденттің жауапкершілігі бар ма, жоқ па? Негізінде Қазақстанда істеген нерезидент болса, резидент, лицо без гражданства болса, бізге бәрібір, біз жауапкершілікке тартатын мүмкіншілік бар. Ол біздің заңда да емес, біздің ол гражданский кодексінде сондай мүмкіншілік бар. Іс қылмыстық кодексінде сондай мүмкіншілік бар. Ол жағынан сіз енді айтқандай резидент болмаса, бәрібір біз мына осы заң бұзылатын болса, негізінде Қазақстанның заң бұзылатын болса, жауапкершілікке тартуға мүмкіншілік бар. Рахмет. Микрофон қосыңыздар, екінші рет депутат Сайыровтың. Құрметті Арман Абайұлы, вообще мына тиіп қашпа, жауаптан қашу керек. Мен сізге нақты сұрақ қойып отыр. Міне осы 7 жылдың ішінде Цинцин компаниясының жаңағы арқасында қаншама азаматтар материалдық шығынға ұшырады. Міне осы заң аясында сол азаматтар Цинцин компаниясынан ақшасын жаңағы өндіре ала ма, жоқ па? Өйткені 7 жыл сол салынбай жатыр, жол салынбай жатқан себебі Цинцин компаниясы жолды салмай жатыр. Міне нақты сұрақ. Нақты жауап. Егер мына Цинцин компания бойынша материалдар болса, бізге арыз жазыңыз, біз қарайтын боламыз. Мына тұтынушы жағынан жауапкершілік тарта аламыз ба? Мен қазір сізге нақты айта алмаймын ғой. Мен материалды қарамадым. Қандай объектив жағынан, субъектив жағынан, мен сіз айтып жатсыз ғой, қандай шаралар қолдау керек. Материалдар қарамасақ, біз ешқандай сізге қорытындысы, мен нақты жауап бермеймін ғой. Жақсы. Жазбаша түрде керек болса беремін.